إذ قال يوسف لأبيه. Біз білетін қиссада Юсуф алейхиссалам өзінің әкесімен сөйлесті. Араб тілінде өзіне тән ерекшеліктер бар. Из деген сөз белгілі бір уақытты білдіреді. Яғни белгілі бір уақытта Юсуф алейхиссалам өз әкесімен әңгімелескен. Балаңыз сізбен сөйлескенде, ол балаңыздың бастауымен болады. Әкесі баласымен сөйлескенде, ол оның жоспары бойынша болады. Көбінесе әңгіме уақытын әкесі таңдайды, ал Юсуфтың жағдайында бала таңдап тұр. Басқа жағдайда Лұқман сүресіне назар аударсақ, әкесі баласына сөйлейтінін байқаймыз. Уайз қала Лұқману либни, яғни кері жағдай. Әкесі баласына, баласы әкесіне әңгіме айтуда айырмашылық бар. Әке былай ойлайды: менің тілімді алу үшін баламмен қай уақытта сөйлескен дұрыс? Оның қолы бос па? Мектепке қай уақытта кетеді? Оның көңіл күйі қалай? Қазір сөйлесуге қолайсыз сияқты. Басқа уақытта көрейін. Бірақ балаңыз қашан қолайлы, ал қашан қолайсыз уақыт деп қарап тұра ма? Баласы барлар түсінер. Олар бізді кез келген уақытта бас салады. Телефонмен сөйлесіп жатсыз ба, асханада тамақ істеп тұрсыз ба, тіпті жұмыстасыз ба, мейлі. Перзентіңіз киіміңізден тартып: мам, менің ойыншығым қайда? Менің екінші аяқ киімім қайда? Рас қой, олар осылай ойлап тұрмайды ғой. Қазір қолайлы уақыт емес. Анашым телефонмен, қолында кішкентай сәби, пештен түтін шығып жатыр. Бәлкім дәл қазір сұрақ қоюға ыңғайсыз болар, бірақ балалар оны түсінбейді. Олар жай сөйлей береді. Ал сіз болсаңыз былай дейсіз: күте тұршы, менің қазір есім шығады. Барлығыңызда осылай болды ма? Сосын біз таң қаламыз: осы балам қашан сұрақ қоюға болады, қашан сұрақ қоюға болмайтынын неге түсінбейді? Сондықтан ең бірінші айтқым келетіні, ата-аналар сөз айтатын уақыттың сәтін біледі. Себебі біз ересекпіз. Балалар білмейді. Олар бірінші басына келген ойымен ойланбай сөйлей береді. Олар қазір сұрасам ыңғайсыз болар деп ойламайды. Балалар бұлай жасамайды. Сіздің перзентіңіз екі-ақ нәрсе істейді. Не ол сізбен қалаған уақытында әңгімелеседі, не мүлдем сөйлеспей қояды. Үшінші жағы жоқ. Олар әке-шешеммен белгілі бір уақытта жоспарлап сөйлесейін демейді. Бұл олардың ақылына әлі жетпейді. Баламыздан үлкендердің мінез-құлқын талап етуге болмайды. Ол сізге ел қатарлы ересек адам емес. Олар бар болғаны кішкентай бала. Және бұл аятта Юсуф алейхиссалам өз әкесімен бала ретінде сөйлескен. Түсіндіңіз бе? Ол өз еркімен болды. Ол әкесімен сөйлесерде уақыт талдап тұрмады. Қалаған уақытында сұрақ қойды. Ал әкесі болса оған былай демеді: қазір оңтайлы уақыт емес, кейінге қалдырайық, менің қолым бос емес, мен Тәурат оқимын, кейін сөйлесеміз, сүннет намазымды бітіріп алайын. Тұра тұр, мен тамақ істеп жатырмын. Жоқ, керісінше, ол тоқтап баласын тыңдайтын. Бұл не деген сөз? Бұл қоғамда әсіресе исламнан алыстататын әр түрлі элементтері мен күштері бар ықпалдан біз міндетті түрде жасау керек болған істердің бірі кез келген уақытта балаларымызға жақсы тыңдаушы бола білу. Бұның мағынасы неде? Қане ойланайықшы. Из қала Юсуфу ли әби. Ата-ана ретінде мен былай шештім: үйге жеткеннен бастап телефонымды сөндіремін. Менің қоңырау шалуым көлікте, үйге келе жатқанда аяқталады. WhatsApp'ты үйге кіргеннен өшіремін. Себебі балаларым маған жармасады. Неше түрлі сұраққа алады. Маңызды не маңызды емес ойларымен бөліседі. Ол маңызды емес. Маңыздысы олар мынаны сезу керек. Олар не айтпаса да, менің құлағым әрқашан олардың назарында. Осы зат оларға маңызды. Менің 6 балам бар. Біреуі қолмен істеген, екіншісі бір қорап алып келеді, үшіншісі тіпті бір талшықты майыстырып, соған мәз болып отыр. Мен оларға келесі жолы бір дұрыстау зат әкеліңдер демеймін. Немесе уақытым жоқ деп қашпаймын. Мен олардың әрқайсысына көңіл бөліп тыңдаймын. Құрметті көрермен, арнамызға тіркелу үшін осы батырманы басыңыз. Алдыңғы видеоны көру үшін мында басыңыз.